Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай өте ерекше қазанда нан дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жылы суға қант пен дрожжды қосамыз. Кейін барлығын біркелкі болғанша араластырып, осылай бетін жауып 10-15 минутқа кішкене қындырып қоямыз. Одан соң біздің алдын ала еленген ұнымыздың үстіне осылай тұз бен сары майды қосамыз. Одан соң біздің дрожж бен қант салынған суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң қамырдың бетін крышкамен жауып, бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Қамыр ашыған соң біздің қазанымызды осылай отқа қоямыз. Одан соң қазанның қақпағы да қызуы үшін отқа оны да бөлек қоямыз. Біздің ашыған қамырды осылай екі бөлікке бөлеміз. Одан соң қамырымызды алып, қолымызбен ортасын кішкене ойықтау етіп, қамырымызды осылай нанның формасына келтіреміз. Қамырымыз осындай формада болуы қажет. Одан соң біздің қамырымызды осылай аударамыз. Кейін асты жағына қамырдың осылай жұмыртқаның ақуызын жағып шығамыз. Бұл жерде жұмыртқаның ақуызының орнына суды қолдансаңыз да болады. Бұл бізге қамырымыздың қазанға жабысуы үшін. Одан соң біздің қамырды алып, осылай аккуратно қазанның қақпағының үстіне қоюымыз қажет. Сосын біздің қазанымыз күйіп кетпес үшін астына тұз себеміз. Бірінші нанымыздың асты пісу үшін біздің қазанның қақпағын осылай сыртқа қаратып қойып пісіріп аламыз. Сосын нанымыздың үстін осылай вилкамен тесіп шығамыз. Сосын жұмыртқаның сарыуызын осылай жақсылап жағамыз. Нанымыздың үстіне өз қалауыңызша мак немесе күнжіт себесіз. Нанымыздың астын 10 минуттай пісіріп аламыз. Сосын нанымыздың үсті пісу үшін жайлап аударамыз. 15 минутта пісіріп аламыз. Егер наныңыз жабысып қалған жағдайда, осылай пышақтың көмегімен көтеріп алсаңыз болады. Біздің осындай қазанда жасалатын ерекше нанымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіз. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз, ас болсын.